бүгінгі күні міне келіп отқан барлықтарыңызды ілгеріректе ұлы Абай бабамыз айтқанындай көп сөйлеп созбайын, жүректен қозғайын, әдептен озбайын, өзі де білмейме дегендей мына келіп отқанына дүбірлі тойға ұлассын, ардақты ағайын, бірақ мағынасы ашыла кетсін деген ойда осы тойдың мағынасын айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Алла жазса міне қазіргі таңда осы көпшілік жиналып, тілеп, мына куәгер боламыз деп отырған бүгінгі таңда мына Қожамбет Ордабайұлы атамыздың тарихи зерттеулер мен әдеби шолулар атты кітабының жарық көруі себепкер болып отыр бүгінгі мына жиылысқа. Бұл жерде айта кететін болсақ, біз өзі артынан оқыса да қазақ деген халықтың перзенті болғандықтан, мына ұлтымыз қазақ, дініміз, асыл дініміз ислам болғандықтан, сол дәстүріміз бен дінімізді қос алақанымыздай қасымыздан тастамай жүріп, бүгінгі жетіп отқанға тілімізден тәубе түспесін дейміз. Бұған бір мысқал келтіре кететін болсақ, осы мына біздің осы Шалақнай ауданына қарасты Бірлік ауылымыздың тумасы Дәстен Абылайұлы ағамыз осы кітаптың жарық көруіне тікелей авторлықта және де соны жинап тер төккен ағамыздың бірі де бірегейі. Бақыт болсын, береке болсын, бірлік болсын. Ата-бабаларымызға көптен көп рахмет айтамыз. Бірлік деп атын қойған халқымыздың. Бірлік бар жерде бірлік бар деп атын қойған. Осында да солай ғой. Ал армысыздар, құрметті ауылдастар, құрметті туыстар, құрметті еліміздің бірлік елінің осы бірлікпін деп жүрген, қазіргі осы жерде отырғандарды және сыртта жүріп естіп жүргендердің барлығына саламат деп үлкен бір бүгінгі осы бір шарамыздың тілегін соларға жеткіземіз. Бүгінгі бұл кітаптың сіздердің орталарыңызға келуінің өзі мысалға мен үшін өте бір қуанышты шара деп ойлаймын. Неге? Бұл көп жылдан бері менің армандаған бірінші ісім еді. 12 жасымнан таныс болдым. Қожамбеттің өлеңін сол кезден бастап әкем, атам, маңайдағы шалдар, ол кездегі шалдардың көзін көрдім мен. Бірақ та бір мүмкін менің ынталығым шығар сол кездегі. Әлгі орыста бір үлкен мақал бар. Лучше любого острого ума тупой карандаш деген. Сол ақырын қағаздарға тізбектеп жазып отырдық. Ал енді сол шалдардың бірі де жоқ. Бірақ сол қарындашпен жазылған сөздердің барлығы осы менің жадымда, менің архивімде сақталды. Сондықтан да бұл кітапқа енген, бұл кітаптың жазылуы уже бірнеше жылға созылды. Себебі жыл сайын өткен сайын, әрбір жыл сайын бұған жаңадан материалдар қосылып отырды. Мысалға, бұнда негізгі бүгінгі осы кітаптың негізгі табылған сөздер енді өзіміздің бұрынғы жиналғаннан басқа Қазақстан ұлттық ғылым академиясының кітапханасы бар. Сонда сирек қор деген бар. Сонда тапсырылған екен көп нәрсе. Ғалым Малдыбаев, Ғаббас Елеусізов, Сейтен Сауытбеков, Әуелбековтың мінекей сонда еңбектері сонда сақталған екен. Сосынға мысалға осыны зерттей келгенде көп нәрсеге кезіктім. Әлихан Бөкейханов, бәріңіз де білесіздер, қазақтың ең бірінші президенті десек сол. Мінекей сол кісі 1902 жылы Ақмола губерниясына инспектор болып келген кезде осы Ақмола губерниясындағы кісілермен танысып, сонда Қожамбетпен танысады. Өзінің архивінен алындым мен. Сол Әлихан Бөкейхановтың 1902 жылы жазып кеткен Айыртау болысы бойынша 3-ші ауылдың корреспонденті Ордабаев Қожамбет деп. Бұл міне архивтен келді. Екінші дәл осындай бір архивте алынған бұл қағаз музейге берілді осы жерде. Ол 1917 жылы Қожамбеттің мынау ол кезде сельскохозяйственный книга дейді ғой қазіргі. Әрбір подворная книга деген болған. Сонда жазады. Міне мынандай бәленші деген кісі әйелі біреу, екі әйелі бар ма, ұлдары төртеу ма, қыздары нешеу, малы нешеу, соның бәрі. Мінекей сол жазылған мына архивте берілді. 1917 жылы 64 жаста екен, екі әйелі бар екен, 4 ұлы бар, 3 қызы бар деп жазылыпты. Бұл архивтен алынды. Енді бір қызығын айтайын сіздерге осы. Сол архивтің жігітімен сөйлескен кезде ол маған былай деді. Мен осыдан бір 15 жыл бұрын деді, архивті қопарып отқанда Қожамбетті кездестім дейді.
Сонда мен Қожамбеттің суретін көрдім деді. Мына түбіне печать соғылған, ол кезде аға сұлтан, болыс болған, ауылнай болған адамдардың барлығына не ашылады екен? Әлгі қазір айтады, кадровый лист дейді ғой. Сол сияқты ашылады екен де сонда жазылады деген, сосын печать соғылады екен. Мен соны көрдім деді. Бірақ оны біз таба алмадық. Қанша іздедік, қай жерге ол кіріп кеткен, архив үлкен ғой. Сондықтан да мына жерде тағы да мен осы архивке кіргізгендігім, жаңағы Қожакеңнің сол кезде Әлихан Бөкейхановпен таныс болғандығының бір нысаны, бұл 1917 жылы осы біздің жақта Алашорда келіп үлкен жиналыс өткізген. Екі жерде. Біреуі Аққұсақ болысы, ол анау әлгі Әлтидің жұртында. Екіншісі Бестөбеде, Атығай жұртында, Бәйімбеттің жұртында, Бәйімбет жұртында дейді. Сонда екі жер жұртта өткізген жиналыста Алашқа, Алаш әскеріне әскер жинау, сосын Алаш әскеріне ақша жинау, Алаш әскеріне жылқы жинау. Мінекей сонда 500 жылқыны Аққұсақ несі болысы берген дейді. Сонда Бәйімбет болысы да 500 жылқы сосын жігіт берген дейді. Мінекей сол болыстық жиналысқа осы Қожамбетпенен біздің атақты кешегі Кенеғазының немересі Мырзахмет Мұхамеджанов дейтін атамыз барған екен. Міне қандай үлкен ұлылықтар. Сол кезде олар Алаш мемлекетін, осы біз бүгін мінекей Құдайға шүкір егеменді Қазақстан болып әлі сезінбей жүрсек те, солар сол кезде жан таласып осы мемлекет үшін жүрген адамдар еді. Мінекей соның бір нысандары осы жерде келтірілген. Енді өздеріңіз білесіздер, ауылдың 60 жылдығы болған кезде біздің алдымызға, менің өзім алдыма қойған мақсатым болды, сол кезде Қожамбеттің сүйегін осы жаққа келуге. Сосын осы ауылдың ақсақалдарымен ақылдастым мен. Ақсақалдарға барып айттым, бірнеше кісіге кіріп шығып, осындай ой бар, қалай қарайсыздар деп. Сонда негізгі айтқан ой бұлай болды. Оған бұйырған топырақ сол жерден, сүйегін қозғап керегі жоқ деді. Бірақ топырағын әкел деді. Мінекей соған тоқтап, топырағын әкеп біз бұл жерге зиратын аштық. Бірақ та бұл не үшін гректерде де мынандай түсінік болған Кенетав деген. Бұрын мысалға соғыста жүріп өліп қалған батырлары денесі келмесе дағы елінде осындай зират қойып, атын жазып сөйтіп қояды екен. Сондықтан да біздің елімізде тұлға жоқ емес, бар. Сол тұлғаны біз қызғанбай, өзіміздің алдымызда осы тұлға бар екеніне мақтанып айта білуіміз керек. Себебі қай елді мысалға Сәбит, Ғабит дейміз, Сафуан дейміз, Мағжан дейміз, толып жатыр ғой мысалға. Біздің Құдайға шүкір таланттарымыз бар. Неге олар көтеріледі? Себебі олар кезінде жоқтаушысы болды, жазылды, шықты. Мінекей, жоқтаушы жоқ нәрсе қиын. Дүниедегі ең жетімдіктің сорлығы ессіз қалу. Сондықтан да бүгінгі бұл кітап сіздердің қолдарыңызға тиіп жатқан. Бұл сол ессіздіктің бір несін жойып, алдарыңызға ақиқатты әңгімені тастау. Осыны оқып шығып сіздер талдайсыздар. Оның ішінде мысалға мен Қожамбеттің Ақан серімен жүргендігі өз алдына бөлек. Ақан серімен дос болған, Ақан серінің осы үйге кеп, осы ауылға кеп, біздің анау жұртқа кеп тоқтағанда, енді айтайын әңгіме ғой, сіздер біліп отырыңыздар. Сонда Ақан сері келе жатыр дегенде, жеке киіз үйді тігіп, астына анау текемет, алашаны жинап, сосын бар ол кезде Қандаламен бірге деген бәле екен. Содан анау Қандала бірге қаштыру үшін жусан бар емес пе? Сол жусанмен бүкіл киіз үйдің шапқылап ұрады екен келіншектер. Сонда анау түк қалмай бәрі қашып кетеді. Ақан серіге орналасып жатқанда анау жусанның иісі аңқып тұрады ғой. Сонда жантайып жатып, Қандаламен біргеңді қуған екенсің ғой деп айтады дейді. Енді олар ойын үшін айтылар да. Осы жерде мысалға сосынғы Қожамбеттің үкілі бір айменен бірнеше жерді айтысып, бір-бірін қағысып айтқан өлеңдерді кірді бұған. Сосынғы Қожамбеттің мынау атақты Нұрмағамбет балуан шолақпен кездесуін мен кіргіздім осы өлеңін осы жерге. Мінекей, ол да енді тұлға ғой, үлкен, бүкіл қазақ білетін, үкілі бір айды білет, Ақан серіні білет. Мінекей, сондықтан да Қожамбет атамыздың да тұлғалылығы сол кездегі. Ол егерде ондай тұлға болмаса 28 жыл ауылнай болмас еді. Мінекей, қараңыздар, енді қараңыздар, осы 1894 жылы осы маңайға мынау Покровка, Петровка, Николаевка келіп, осы Есілдің бойында отырған шұрайлы жерлерді орыстар ала бастағанда, осы жерлерді ала алмаған. Неге? Себебі сол Қожамбеттердің сол кезде анау мықты-мықтылардың арасында, солардың арқасында жерді бермеген. Оның өлеңдерінде айтып жатыр ғой, мысалға орыс жерімізге соқа салды деп. Сондықтан да бұл жерде мысалға тағы да бір айта кететін нәрсем,
мына Қожамбектің өлеңдерінен басқа мысалға шежіресі бар. Ең соңында қарасаңыздар Қожамбектің қазақ шежіресін өлеңмен жазған. Мен бір нәрсеге таң қалдым. Біздің ауылда мен ең соңғы жаттап маған осы шежірені айтқан адам бұл Рахимов Сембі дейтін әкеміз. Жатқан жер торқа болсын. Әнеки сол кісінің аузынан жатқа мен жазып алдым. Ол кісінің дауысында жазып алдым, менде бар, сақталған. Сонда сол кісі осы қазақтың шежіресін өлеңмен жазылған Қожамбетті. Сол кісі жатқа айтып берді маған. Енді қараңыз, енді мен ойлағам осы ғана ма деп. Жоқ, енді бірде сол ізденіп Тайынша ауданына барсам, Тайыншадағы отырған атығайлар Қожамбеттің шежіресін мынадан артық біледі. Олар Қожамбеттің кейбір түсіп қалған жолдарын маған айтып берді. Міне қайда жатыр. Сонда мынау отырған Айыртау ауданы, анау Тайынша, анау Ақжарға дейін кетеді. Олардың барлығы қойлы атығайлар, мынау Бабасан, Баба, Майлы Балтақ, барлығы атығай, ішіндегі атығайлы ғой бәрі. Соны Қожамбеттің сөздерін қатты біледі екен. Біз кішкене бір жағынан кенде қалып қойған. Сондықтан да осы жағынан көп нәрселер табылды. Сосын бір айта кетейін сіздерге, міндетті түрде 1928 жылы Ұлы Конкреске келіп, сол кезде ел қашты бұл жақтан. Ел қашып, колхоздың жағдайы қиындап қалды. Менің аталарым қашты, Қожамбет те қашты, көп кісілер қашты онда. Сол Ресейге көшіп кетті. Сонда 1932 жылы ол кісі қайтады. Сол қайтты деп естіп, Мәкөшінде тұрып атқан Байсал дейтін кісі іздеп барады. Көңіл айтып Құран оқиын деп. Сол көңілін айтып Құран оқып отырған кезде, бұл кітапта жазылған, оқысаңыздар бар. Ол кісінің тоқалы, жас тоқалы бар екен, Жүн дейтін кісі. Ол мынау Бике. Оның елі Бике. Мына жердегі, білесіздер, Ленин ауылы тұр, сол маңайда. Сол бір дәптерді, қалың дәптерді жыртып, әрбір бетін тамызық қылып жағып отыр екен. Сонда Байсал сұрапты, жеңгей мынау не нәрсе дегенде, ой, Қожамбеттің дәптері ғой, кімге керек қой деп. Сонда анау қалың дәптердің көп күйдіріп кеткен екен. Сол қалғанын сұрап алыпты. Көп нәрсе Байсал ақсақалдың, Байсалдың туған жері мынау Бағанаты. Өзіміздің. Ал енді бұл сол Байсал деген кісінің ұлылығын айтайын. Ол біздің ауылға келіп, біздің үйде болған ол кісі. Ал енді сол Байсалдың ұлылығын айтайын. Байсалға келіп, Байгенже дейтін кісі болған жанында, сол Банкүшінде. Соларға Евней Бүкетов келіп кезінде бүкіл біздің атығайдың осы маңайдағы тарихын солардың жазып алған. Міне қандай байланыстар. Сол Байсал деген кісі көп нәрсені айтып кетті. Енді мына жерде біздің ортамызда кеңестен келген Қожамбеттің жиені отыр Тұрсынбай дейтін. Иә, мінекей, сосын Қожамбеттің жалғыз Биғайша дейтін қызы болған, мінекей, содан туған балалар Тұрсынбай тағы да бір тұршы көрсетті. Құдайға шүкір. Енді сол мынау Қожамбеттің құдасы отыр мына жерде. Еренғайыптың ұлы Жақыптың немересі Қалқаш. Бұл азаматты тұрғызып атқан себебімді айтайын, Құдайберген аға. Менің қолыма Қалқаш бір топ қағазды берді. Арабша жазылған, ескі сөз немен, төт оқумен жазылғанда. Соны мен алдында аударттым. Сонда аудартасам Қожамбеттің өлеңдері мен Қожамбеттің шежіресі бар. Ол қазір айтып қояйын сіздердің бәріңізге біздің облыстық өлкетану музейіне тапсырылды. Сонда тұр. Екінші, Қожамбет туралы тағы бір жазылған үлкен жазба, бұл Ахметжан Нұртазиннің. Ол да еңбек менің қолыма тиді, оны мен Зейнелғабы Иманбаевтан алдым кезінде. Ол да қазір музейдің қорында тұр, музейге тапсырылды. Мінекей көптеген қағаздар солай ақырын жетіп, біз осылай тиындап, тебендеп, осы сөзге жеттік. Ендігі мен айтайын деген бұлай. Абайды айтамыз, Абайдың қара сөзіне тоқтаймыз. Солай емес пе? Ал енді мынау кітапты қараңыздар, мұнда Қожамбеттің қара сөздері бар. Бұл сирек қордағы отырған жігіт айтады. Мынау дейді кезінде Сәбит сияқты. Бірақ Сәбиттің қолына тиген бұл. Бірақ жазылмаған. Сондай бір ізденісі мықты, сол кездегі мықты жазушылардың біріне тисе, бұл дәл Абайдың қара сөзіндей қара сөз болып шығатын деп түрі бар еді. Шынына келгенде қара сөздерін оқысаңыздар, өте лағатты, фәлсафалық мәні өте жоғары, солай жазылған өлеңдері бар. Ал енді Қожамбет қызға да ғашық болған. Қыздарға шығған өлеңдері қандай? Міне өте жақсы, сондай әдепсіз емес, әдепті.
түрде жазылған, әдемі түрде жазылған айтыс қыз бенен жігіттің. Мінекей осы туралы сосын мынау өздеріңіздер білесіздер, мында тұрған зираттың тасында бұл кісінің жазуы тұр өлеңінің жүзінде. Мен соны оқып берейін сіздерге. Жаманнан кір кетпейді жусаңдағы, тұрмайды ақыл қапшық бусаңдағы, кетпейді бақ айналып талап терден, атадан жалғыз болып тусаңдағы, жамандар өнерліге жете алмайды, қосатпен тұлпар мініп қусаңдағы дейді. Мінекей қандай сөздер? Осының бәрі Қожекеңнің, атамыздың сол кездегі орны, әдеби кеңшілігі бізге бүгін айғақталып, міне осы кітап арқылы келіп отыр. Сондықтан да үйлеріңізде тұрса, бір жерде құдалыққа барғанда да мақтанып айта аласыздар. Біздің елдің тумасы, мінекей, сөзіміз емес дегендер, міне кітапта бар, мынау кітапта бар деп. Бұл кітап мемлекеттік тіркеске кірді. Мұның қазір бір қоры сол ғылым академиясының кітапханасына тапсырылды. Себебі ол сонда жатады. Бәлен ғасыр өткенде мүмкін біреулер тауып алар тағы. Сондықтан да біріншіден мен осы жерде тұрып сіздердің алдарыңызға осы кітаптың ішіндегі бүкіл бізге осы нұсқаны бізге жеткізіп берген ақсақалдарға біріншіден басым деймін. Олардың бірі жоқ. Бірақ та менің көкейімде солардың кешегі айтқан сөздер әлі күннің жарығындай алдымда, көз алдында. Сондықтан соларға да бір үлкен рахмет айтқым келеді. Жатқан жерлер торқа болсын, иманды болсын. Себебі солар айтпаса, солар соны ескеріп кетпесе, бұның да бірі болмас еді. Құдайға шүкір, біздің де арамызда талай жастар бар, балалар бар, ақырын бүгіп отырып, жазып отыратын. Анау сынық қарындашпен жазатындар болады. Мұның жоғарыда менің бір мақалам болды, бүркітшілер туралы. Солтүстік Қазақстанға мүмкін біреулеріңіз оқыған шығар. Бүркітшілер туралы үлкен мақаламда мен осы ауылдан шыққан біздің атақты бүркітші Ешкібақты жаздым. Ешкібақтың қаршығасы, Ешкібақтың бүркіті. Ешкібақ осы маңайдағы атақты бүркітші болған, құсбегі болған. Енді қараңыз, сол туралы Сейтен Сауытбеков жазып кеткен. Міне қараңыздар. Ал енді сол Құдайға шүкір Ешкібақтың туыстары бар ғой үшін. Бар ма? Бар. Ал мінекей Марат отыр, мінекей Жаңбырбай бар. Анекей осындай айта берсек, біздің елде де жоқ емес, бар, таланттар болған. Ендеше соны қаза берейік, ортамызға жеткізе білейік. Қызғанбайық. Кім болсын, немен? Ешқашанда. Әрбір ұрпақтың біреуінде бірдеңе бар. Міндетті іздесеңдер табылады, көп нәрсе табылады. Сондықтан да мына кітапқа хош келіпсік дейік. Ортамызға кірсін. Мұның мені мүшеге кімді шақырғым келіп отыр? Гүлмира қайда? Директор школ біздің. Кітап. Гүлмира Құлыншақ деп айтуға болмайды. Сіз енді саяси қызмет сіздікі. Мынау елдің мектебінде болып, осы балалардың алдында осы кітаптар талқыланып болу керек деп ойлаймын. Мынау сізге беріледі. Мектепке берілген мынау. Рахмет. Сосынға тағы да осында біздің аудандық өлкетану музейінің директоры келіп отыр. Маржан, қайдасыз? Мінекей Маржан. Біз енді сенеміз, музейде Ахметжан Нұртазин тұр, көптегендер тұр ғой. Біздің де атамыздың кітабы осы жерде тұрады ғой деп. Рахмет сізге. Ендігі тағы бір құлаққа қысқылайын сіздерге. 21 январь күні Петропавл қаласында Сәбит Мұқанов кітапханасында облыстық осы кітаптың қаладағы презентациясы болады. Мінекей жағдайларыңыз болса келіңіздер. Оны сосын қала жұрты болады деген сияқты. Бұны ізденіп, мысалға біздің қазіргі Қозыбаев университетіне де берілді. Олар мұны талдап жатыр қазір. Қандай дерекпенен келген, соның бәрін олар зерттеп жайдан жай емес. Сондықтан да бұл біздің ауыл үшін, біздің ел үшін үлкен бір мақтаныштық тұр ғой деп ойлаймын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қадірлі Шалақын ауданының төсінде орналасқан Бірлік ауылының тұрғындары мен азаматтары, сіздермен қауышып отырғаныма өте қуаныштымын. Енді Қожамбет
айтқан сөз деген сөз тіркесін мен алғаш рет осы Шал ақын ауданында құндақталған ақын, журналист Тоқтар Зікірин ағамыздың аузынан екі-үш рет естігенмін. Араға 5 жыл салып, облыстық тарихи өлкетану музейіне кіргенде Қожамбеттің шежіресімен таныстым. Ол шежірені өзіміздің өлкетанушымыз, ардақты ағамыз Дәсен Баймұқанов музейге сый акциясы бойынша тарту еткен. Сол шежірені жайында ақпаратқа сүйенетін болсақ, 1975 жылға дейін Шал ақын ауданына қарасты Кеңес ауылының тұрғыны Иранғайып Жақыпов деген кісі сақтап келген. 1936 жылы арабша жазылған. Шежіренің жалғасын жерлес ақынымыз Ахметжан Нұртазин 1952 жылы жазып, жазушы Зейнелғаби Яманбаевқа аманат қылып қалдырған екен. 1987 жылы жазушының жесірі Кәмеш Байқас қызынан Дәсен ағамыз алып, 2018 жылға дейін көзінің қарашығындай сақтап, кейін музей қорына табыстаған. Бұл жәдігер осы облыстық тарихи өлкетану музейінің құнды заты десек қателеспейміз. Енді Қожамбеттің сөздеріне үңілетін болсақ, мейман кесе есікке, жүгіре шық, кешікпе, сыйламаса мейманды, кесір болар несепке деп, осы адамның берекесі де, ынтымағы да өзінің жомарттығы мен мәрттігінде екенін нақтылап айтып кеткен. Енді тағы жолдан адассан үйіне қайтарсын, сөзден адассан ненді айтарсын, білмегенді үлкеннен сұра, үлкен болмаса кішіден сұра. Бүгінгі таңда осы ақсақалдардың арасында білмеген ұят емес, білмеуге тырыспаған ұят деген сөз тіркесін қолданып жүр. Бұл жерде ауыздан ауызға тарап, Қожамбет ақынның өшпес мұрасын дәріптейді. Және де күн туса нұр қашады айдандағы, жарлы жақсы қайырсыз байдандағы, адамдық ісіне жұрт аңсап тұрсын, не керек қарынның құр майланғаны, көңіліне мен адамын деп жүрген көп, кірейге майға ұқсаған айрандағы. Бұл жерде енді Қожамбет Ордабайұлының осы әдеби мұрасы қолымызға жеткені, осы Дәсен ағамыз филология ғылымының бойынша білім алмаған деп түсінеміз. Себебі филология ғылымында кандидат, докторлық қорғап жүргендер бір теориямен, бір цензурамен шектеліп қалған. Сөйтіп біздің әдеби мұрамыз, рухани байлығымыз осы ізденіс үстінде жүрген кейбір ғалымдарымыз ерініп, әркімнің сөзіне назар аудармаймыз деп, өздерінше кеуде қағады. Осы Дәсен ағамыздың ізденімпаздығының арқасында біздің қолымызға Қожамбет Ордабайұлының мұрасы жетті. Бұл біз солтүстік Қазақстан облысының тарихы бір ғасырға тереңдегенін нақтылайды. Қожамбет ақын енді Шал ақын, Ақан сері, Көтеш ақын, Орынбай ақындармен қатар аталып, осы тарихқа енді. Енді Дәсен Баймұқанов ағамыздың Қожамбет Ордабайұлының әдеби мұрасы тырнақтап тұрып жинады. Енді Сәбит Мұқанов атамыздың халық мұрасы деген кітабында, және де осы Шал ақын ауданындағы Жаңажол ауылының тумасы Ғалым Малдыбаевтың 1940 жылдардың басында Ленин туы газетіне шыққан мақаласында Қожамбет ақынның сөздері жайында дерек кетірілген. Осы табылған дәйек көздер Дәсен ағамыздың жұмыстарының салмағын арттырып түсті десек қателеспейміз. Назарларыңызға рахмет. Жамандық көп жалғанда жақсылықтың бір артық. Ай мен жердің сүйеніп бояуларын, жерімнің бояуына тоя алмадым. Бір мезгіл көрмеуге оны қия алмадым, көрмесем кең дүниеге сыя алмадым.
Біз ағамызды мақтан тұтып, бірімізге іні, бірімізге аға, осындай қазақтың азаматтары көп болсын, қазақта ешқайсысы уайым жоқ болсын, дастарханы тоқ болсын дегелі, бұл кісіні атын атап кетіп отқанымыз, Таскент ағамыздың осы кітаптың алғы сөзінде айтылған сөзін тілге тиек қылғанын жөн көріп отырмыз. Сонау бала кезімізде әкемнен, атамнан, ақсақалдардан Қожамбет айтқан екен деген әңгімелерді естіп жүргенде жадыма тырнақтап жинап түйіп жүруші едім. Сол көкөзгесті алдыма қойған мақсат арманым еді. Соны жинақтап ертең ұрпаққа сол бабамыздың сөзін аманатқа қиянат қылмай беріп кете алатындай мүмкіндік берсе алла деген арманым бар деген барлықтарыңыз оқығандарыңыз көрген шығарсыздар, оқымағандарыңыз қолдарыңызға жаңа тиіп жатса оқи жатарсыздар. Сондай мына жақсы ниетте болған бала кезден армандаған арманы бүгінгі ағамыздың іске асып отыр. Соған сіздер болып, біздер болып, куәгер болып отырмыз. Сондықтан біз мына бүгінгі отырыстың бар мағынасы өткендерін ескерген, өскендіктің белгісі деген мына сол бабамызды бір ауратып түсірейік деген мақсатта келген қадам тағы да айтамыз, құтты болып сауаптан болсын.